Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін бұл мен Нойл. Бүгін біздер Майнкрафттан келесі бөлімді ойнаймыз, яғни бізде бүгін Skyblock. Біздер көп болды бұны ойнамағалы. Енді біз алдыңғы бөлімде анау тұрған ағаш фермасын дәуірттік. Енді мына бесконечный генерация. Бесконечный генерация деп, бесконечный водой. И мына жердегі біз нені абалдық та, бесконечный булыжникті и мына жаққа орнаттық, яғни осы жерден сындырып тұра береміз. И осылай ыңғайлы, короче. Сонымен біздер осы бөлімде не істейміз деп сіздерден алдыңғы бөлімде сұраған болатынмын. Кейбіреулер жазыпты, короче, қора соқ, өйткені осындай мобтар тіріледі и құлап кетеді олар ше, короче. Осы мобтар тіріліп құлап кетеді и кейін олар тірілмей қояды деп жазыпсыздар. Оның бәрін оқыдым. Енді қазір соны соғамыз. Ең алдымен мен ана ағашты сындырып келе салайын. Так, неше саженец жатыр мына жерде. Мен достар әділеп арасын өте тығыз қылдым, өйткені бізде көп ағаш істейсін деп, яғни өскен өседі, өспейтіні сол жерде қалады, короче. Менде қазір 10 саженец болды. Так, осының бәрін егіп шығамыз енді. Мына жерге, ойбай сынып кетті. Так, апаламыз. Так, 5-еу қалды. Уже түсіп жатыр оны яқтан. Мен аларды еге алмай жатсам, төбеден түсіп жатыр уже. Так, мына жерге. Неге мынау егілмей жатыр, бассам. Все. Ананың үстіндегі саженецтерді қараңыздар, олар кейін өзі түседі деп ойлаймын. Алманы алайын. Тағы да саженец берді. Так, мына еге салайық. Так, достар, біздерге кейбіреулер қора, кейбіреулер егін соқ деп жатыр. Негізі бұл неде, Skyblockта мен түн болмайтынға қойып тастағам, яғни бізде вообще түн болмайды, сол себепті біздер мобтар да тірілмейді. Бізге негізі қора соғудың қажет жоқ. Маған лучше егін соққан жақсы сияқты, өйткені егін егіп сәл де болса да сатамыз, яғни өзіміз жейміз. Сол себепті мен егін алқабын соғайын деп ойлап отырмын, енді осы бөлімде соғамау деп. Так, біздер ол үшін бізге құм керек ол үшін бізге оны ақшаға сатып аласың. Ал біз мына заттарымызды соны сатамыз, короче. Мынаны бүйтіп аламыз. Менде 2 стак ағаш және 1 стак булыжник бар, соның бәрін маған сатамыз. Так, булыжникті сатып жібереміз. И ағашымызды да сатып жіберейік. $3 нормально. Бізде $20 болды, достар. Біз енді бұған... әлі ашылмаған мана құм. Так, бұл қашан ашылады өзі? Негізі маған осы керек еді. Біздер еще неқтан железо, алмазный заттар алуға болады. Угол $1 не екен? $1 екен. Мына жақтан не аламыз? Саженецтер. Так, мына жақтан... Енді достар, менде амал жоқ, мынаны алу керек болып тұр. Сол себепті осыны аламыз енді, ана өйткені ашылмаған бізде. Оны алсақ та, алмасақ та, оны күту керек негізі. Ал біз күтетін уақыт жоқ, сол себепті тез жасап тастау керек. Так, мына булыжникті осылайынан плитаға ауыстырамыз. Все, жетіп қалды деп ойлаймын. Енді, короче, мыналарын бәрін қойып, и өзімізге осыған туралап қоямыз, короче. Так, осы жерден соғамыз ба егенді әлде? Негізі мына жаққа соққан жақсы сияқты меніңше, осы жерге қойып шығайық. Айтпақшы достар, сіздер видеоға лайктарыңыз басып, арнаға тіркеліп кетіңіздер, өйткені менің каналымдағы видеоларды 98% адам 5 подпискаға қарайды. Сол себепті арнаға кіріп, подписация басып кетіңіздер. И сөйтіп видеоны қарай беріңіздер. Өйткені мені 98 дейтін достар, ол өте көп. 98% ойлаңыздаршы, 98%, 2-ақ пайыз адам тіркеліп көреді.
сол себепті достар дәл қазір арнаға тіркеліп лайктарыңызды басып қойыңыздаршы. Так, біздер енді мына аяқтан соғайық. Мына жерден бастап біздер забор болады мына жақ. Короче, қазір түсіндірем. Мына жерден біз забор жасаймыз, өйткені біздер егінге забор керек. Негізі жасамай қоюға да болады, бірақ неге осы жерге жасаймыз егінді. Мына жақта забор болады тоже. И ортасы егін болады. Так, осылай. Негізі басында кішкентай қыла беру керек. Мынаны 5 блок қыла салайын, иә. Так, осылай. Так, 1, 2, 3, 4, 5 блок. Және де біреу артқа. Все, 1, 2, 3, 4, 5. Егер де кейін керек болатса, соза саламыз деп ойлаймын. Так, осылайнан. Так, осылайнан. Осылай. Осылай. Так, менің лужнигім жете ма? 11 ақстақ қалды. 11 штук қалды. Так. Жоқ, мен негізі әр нәрсе соқсам, өйстіп қисық қоймасам соғамын мен өзім. Обязательно қисық қойым керек ол үшін. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Все, осыған саженец отырғызамыз қазір. Ё-моё, саженец дептім ғой. Пшеница семена отырғызамыз. Короче, осы жерге и және осы жерге. Так, былайнан және де былайнан. Так, енді ортасынан біздер су құямыз. Және негізі маған бұның астын қазып шығу керек. Бізде қойлар тіріліп жатыр. Мен кішігірім булыжник жинап алайын, өйткені маған тағы да плиталар қажет болады. Так, осының бәрін жинап алайық. Так, біздер мына басынан құйсақ құйыла ма? Жоқ, құйыла деген. Мен өзіме қазір бір андай бесконечный жасап алсақ болды, негізі ары қарай. Короче, достар, сіздерге бір кішігірім лайфхак көрсетіп кетейін. Яғни кейін егін еккенде гречка жасаған кезде сіздер суды алыстан тасып жүрмейсіздер. Короче, ё-моё, астына құйып. Білмеймін, бұл Майнкрафтта болады. Шығар деп ойлаймын. Неге осылайнан құя бересіздер. Короче, бесконечный воданы дәл осы жерден жасап аласыздар ғой. Бірінші біреуін құйып аласыздар. Яғни мына ортадағы бізде алынып қапты ғой. Так, тоқтаңыздар. Все. Мінекей бірінші блок. Екінші блок және үшінші блокқа құясыздар. И ортасындағыдан ала бересіздер. И бұны нәрге құйған екен, мынадан аласыздар. И оны аяққа құясыздар. Осылай біздер бесконечный вода әшейін жасап аласыз. Сіздерге кішігірім лайфхак білмейтіндерге. Так, мынандай брошаны алмайсыздар негізі. Все, біздер дайын. Енді бұл жерде біздер мотыга жасап алып, жерін жырту керек. Бізде бар айтпақшы мотыга. Так, енді осымен жерін қопарып тастайық. Так, отыра берсінші қазірше. Басылмай алды. Осылай және осылай. Так, бізде мынандай болу керек қой, жер деген. Қазір көрсетем. Мындай қап-қара болып кетсе, короче, тез өте ма деп ойлаймын енді өзім. Міне мынандай болу керек қой. Мінекей біреуін егеміз и осымен өсіріп аламыз. Так, сындырамыз, егеміз. Мына жерде сондай болды. Мына жерде сондай болды. Осылар өсіріп қойын, кішкене өсіп тұрсын. Мынаны да бүйтіп өсірсек. Так, осылай. Все. Міне мына жер. Және де мына жер. Және де мына жер. Өсірейік. Все. Осылай егінді еге береміз.
мына жаққа және де тағы болды деп ойлаймын. Екен сындырып басылайық. Айтпақшы достар, келесі бөлімде тағыдан не соғамыз, соны комментарийға жаза кетіңіздер. Мен ол комментарийді обязательно оқимын, және де сол затты соғуымыз мүмкін. Так, достар, біздерде мына жерде кішігірім ақау бар екен. Так, мына жерге егеміз. Мына жерге, осы жерге ексек просто достар тез өсет кәдімгі мына жерге қарағанда. Сол себепті өйстіп егіп жатырмын. Так, өйстіп өсіре берейін. Бізде уже костюм мұқап бітті. Достар, бізде надан түсіп жатқан жоқ қой не? Синица түспеді вообще. Так, все, осылайынан егеміз. Достар, осымен осы видео аяқталды. Бәріңе пока. Короче, келесі бөлімде не соғамыз, оны да жаза кетіңіздер. Ал енді қош сау болыңыздар. Обязательно арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді давайте.